дипломированный психолог ислам шеңберінде Салтанат Мурадова. Маған қыздар неше түрлі запростармен жеке консультацияға келеді, және сол консультациялардың бірінде осындай бір ерекше оқиға болған. Сонымен бөліскім келіп тұр. Соңында бірге ойланамыз, қандай жағдайда, не болған, қалай болғанын сіздер комментарийге жаза кетіңіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді. Мен тек қана сіздерге айтып беретін боламын. Бір қыз келеді, атасы жоқ, енесімен тұрады. Үйленген кезде негізі жігіті әдемі артынан жүгіріп, романтично, сондай сообщениелер жазып, сөйтіп әжептәуір қызды еңбекпен сындырып алған. Бірақ үйленгеннен кейін прям қатып қалды. Мен мамамен ғана тұрам. Мамамнан бөлек шықпай, мен жалғыз ұлымын деп, хотя басында көреміз, может быть деп солай үміт беріп жүрген жігіт болған екен. Сөйтіп олар ауылды демесем, бірақ енді кішігірім қалашық жерге барады, екеуі бірге енесімен тұруға. Енесімен тұрған кезде жаңа енесінің мінезі, білмеймін, енді баласы үйленгесін ауысып кеткен ба, енді әрдайым сондай болды, бірақ баласы үйленгесін жаңа қызғаныштан неше түрлі жағдай туындайды екен. Сөйтсем, енесі келінін прям құл қылып алған, в прямом смысле құл қылып алған. Келіні енесінің рұқсатсыз шай да ішпейді, нан да жемейді, отырып дем алмайды да, и еще даже жылаған, жаңадан босанған баланы енесінің рұқсатсыз емізе алмайды да. До такой степени қатал, до такой степени прям бір қатыгез бір кісі кездеседі. Сөйтіп сол енесіне деген запрос келеді. Не істеймін, қалай істеймін, қалай көнемін деп сондай оймен келеді. Сөйтсе жаңағы енесі неше түрлі қиыншылықтар көрсеткен екен. Жаңа тамақ бермей қояды, ішіп атқан жерден ішіп атқан шайын прям ауыздан бетіп алып қояды. Енді барсай неғып отырсын, істесей сұрап жатыр ғой, бара кел тез деп сөйтіп өте жаман, өте қатыгез сондай әрекет жасайды екен. Сол күндердің бірінде, мысалы, оның еще чайы недостаточно ыстық болса, бүкіл шайнекті алып үстіне төңкеріп жібереді екен, сөйтіп күйіп қалған кездері болыпты. Сол күндердің бір күнінде өзі де кішкене ауырыңқырап тұру керек, баласы да ауырып тұр. Сонда да сол жер үйдің тірліктері бітпейді ғой, сол тірліктердің бірін істе, бар огород қазып кел деп. Сөйтсе ана бала қатты жылап жатса, енді жүрегі ауырып, мамасы, мам, емізейінші, пожалуйста, ауырып тұр ғой десе, жоқ, сен 2 сағат бұрын емізгенсің, сен просто қазір ерініп тұрсың, огород істеген кеп тұрған жоқ, сол үшін сен сылтауратып тұрсың деп. Сөйтіп ана жылап отырған баланы мына жерде жылатып қойып, келіп тұрған мамасына еміздірмейді екен. Сөйтіп жаңа мына қыз вообще қарсы шықпайды екен. Вообще, я мама деп үндемей жүре берген. Содан мына жерде енді өзі де ауырып тұр, баласы да прям бала шыңғырып жылаған кезде енді ешбір ана бос тұра алмайды ғой. Сөйтіп мына кісі мамасына сәл дауысын көтереді да, мама, ауырып тұр ғой енді, емізейін да, менің тем более сүтім келіп тұр, тырысып қалды көкірегім. Соны босатайын, балаға, еще ол бала ауырып жатыр, ол суда ішпейді, кішкентай ол әлі. Осы нені емізейін, берейін сүтін, сосын барып істеймін, әлі алда біраз уақыт бар ғой деп сөйтіп сәл дауысын көтеріп сөйлеген болады. Сөйтіп жаңа енесі столдың қасында отырған болу керек, столын аударып жерген, ашуланған, ұрған, одан кейін ренжіп кетіп қалғанда, вообще тұрысып сөйлемейді дейді, вообще қарамайды, не қылмайды, сөйтіп бүйтіп көкірегін керіп тұрып бүйтіп жүр дейді әрі бері. Барып енді все-таки баланы еміздім, бала тынышталды, барып тірлігімді жасап бітіріп үйге келсем сөйлемейді, чай берсем итері жереді, төгіп жүреді, ішпейді дейді. Кешке балам келсін, сен ұрғызам, балам келсін, сен ұрғызам деп сөйтіп отыр дейді. Кешке баласы келді, прям енді как будто келін мені ұрды дегендейге шығарып, баласын ашуын келтіріп, ана балаға сабатқан көзінше, бетінен ұр, 2 рет ұр, 5 рет ұр, басынан ұр, енді теп деп сөйтіп айтып отырып ұрғызған екен, прям бытшын шығарып. И жаңағы баласы айтады ки, мен кәстемен ажырасам, мамамнан кешірім сұрамасаң, ажырасам, мен кәстемен ажырасам деп шашынан әрі бері тасып сөйткен. Сосын уже все, кешіріңіз мама, мен кешіріңіз десе кешірмейді дейді, бүйтіп отырады дейді. Сосын
мама сіз кешіру үшін не істеуім керек десе, аяғын көтеріп табанымды сүй деп айтыпты. Сосын мына қыз не керек, енді сонша таяқ жеген, бейшара ауырып та тұр, жаңадан босанған, баратын жері жоқ, өзі қазір оңтүстікке тұрмысқа шықса, өзі батыстың қызы екен, жалғыз басты ананың қызы екен. Сондай бір үлкен қиын жағдайда тұр. Ол түсініп тұр, сол тұрып атқан жерінде, мекенде оның ешқандай танысы да жоқ, досы да жоқ, туысқаны да жоқ, баратын жері де жоқ. Дала қыс, суық, күз даже. И сөйтіп еңкейіп енесінің табанын сүйеткен. Сосын енесі теу жер еткен да, бар енді бар, емізесің ба, не істейсің, өзің біл деп. Бұл рас болған оқиға. Ешқандай ни грамм ничего не придумываю. Ондай адамдар бар. Жаңағы айтқан қыз прям бәрін от и до, все в деталях айтып беріп атқан кезде мен шын айтам, шошыдым. Бірақ адамдар соған дейін, сондай жағдайға дейін барады. Олардың тәкаппарлығы малдан да төмен қылып адамды көкірегін өсіріп жіберетінін білем, 100%. Сөйтіп мен сол қызға айттым, сен күйеуің де қолдамайды екен. Еще ол қыз сөйтіп жүріп, арадан жарты жыл өтпей, босанғаннан кейін тағы көтеріп қояды. Сөйтіп маған 5-ші ма, 5-ші ма айдағы немен беременеспен сөйтіп келеді. Айтады, апай дейді, мен кетейін десем кететін жерім жоқ. Оралайын десем, мама жалғыз басты инвалид, жалғыз өзі тұрып жатыр. Мені баламен ол қарай алмайды, еще ол алыс. Барайын десем, өзімнің де намысым жібермейді, бет жоқ. Не істеймін? Мен мына күйеуді қалай өзіме қаратамын, енемен қалай басым сейсіп тұра алады деп сөйтіп не алдық. Сөйтіп мен оған консультацияда 1-2 сондай күйеумен тіл табысу үшін техника беріп сөйтіп жібердім. Сол техниканы жасаса, негізі күйеумен нормально болады да, все, мамасы араға кірді ма, күйеу не соображает, вообще ешқандай неадекватный, ешқандай сөз өтпейді, не қылмайды, все, мамасы айтқанын тек қана соның айтқанымен істейді, жүреді, ұр десе ұрады. Сосын екеуі бірге бөлек шыққан кезде, мә, жаным кешірші деп сөйтіп төсек сұрайды, короче, сондай әрекет жасайды дейді. Сосын мен айттым, бөлек шығу вариант бар ма десем, нет, даже не рассматривается, ол все, мамасы деген полностью өзінің көкірегімен барлық жерді басып алған дейді. Сосын я говорю, хорошо. Енді не істейсің дедім. Ол айтады, и мен айттым, ондай өзіңнің өміріңе қауіп төнген кезде, баланың өміріне қауіп төнген кезде, олар сол балаға да ешкім қарамайды дейді, дұрыс. Просто ана әйелге манипуляция жасау үшін қасында ұстап отырады ана баланы дейді. Ана бала жылап атама, бірдеңе аузына салып қақалып атама, ешкім қарамайды дейді. Әй деп бүйтіп қояды да, и отыр дейді ары қарай. Тронында осындай өзінің троны бар енесінің. Сөйтіп сондай кісілерге жолыққан, сөйтіп балаға да қарамайды, маған да қарамайды, күйеуім де онша қарамайды дейді, балаға ешкім керек емес. Олар өздері мамасы, баласы, қызы бар, сол үшеуі ғана семья, біз екеуміз бөлек әртеуір келген бір малаймыз, олар бізге андай мейіріммен бізге үйден орын беріп тұр деген сияқты сондай отношениемен қарайды екен. Сөйтіп сол қызға айттым, сен өміріңе, баланың өміріне қауіп төніп тұр, сен таяқ жейсің, сен саған ақша вообще атымен жоқ. 100% бүкіл күйеуінің де, келін де жұмыс деген кезде барлық ақша тек қана сол енең қалтасына кететкен. Я говорю, у тебя полная, то есть твоей жизни и безопасности угрожает очень сильно. Бір күні ана өлтір десе өлтіріп тастайын деп тұр баласы. Қылқындыр десе қылқындырады екен. Көгергенше қылқындыр деп айтады екен еще енесі. И сөйтіп, короче, сондай жаман отношениемен айттым, сен кетуің керексің бұл жерден дедім. Потому что бұндай өмір ол дұрыс емес. Сен өзіңнің өміріңді қатерге тігіп жатсың, сосын баланың өмірі под вопросом. Это неправильно, сен кетудің амалын жаса дедім. Негізі ондай бүйтіп совет берілмейді, но осындай өте қиын жағдайларда, когда человек не понимает, что происходит, когда она вот в таком вот отчаянном положении, я объяснила, в какие моменты точно надо уходить, и она сказала, хорошо, я постараюсь деп. Сөйтіп
иә деді, бірақ жоқ болып кетті. Сосын арадан жарты жыл өткенде ғана маған жазып жатыр: Салтанат ханым, мен ана үйден кеттім дейді. Мен шын айтсам қуандым, мен говорю, молодец дедім, дұрыс болыпты дедім. Тағы бір қызық айтайын ба сізге дейді. Не десем, сол сізден консультациядан кейін көктемге дейін күткен, қарны уже әжептәуір 8 айлық па болып шыққан, всю беременность таяғында жеген, ауыр жұмыстарын да істеген, баяғыдай аяғын тағы да сүйдіртті дейді. Одан кейін беременный күйінде прям ыстық бірдеңе аяғына төгіп жіберіп аяғын күйдірген, ол қаншама сохранениеде жаттым дейді. Короче, сондай қиын жағдайлар біраз болған екен. Сосын бір күні: Артюр, я так не хочу жить, бір айдан кейін мен босанам. Государство маған енді баламның пособиесін беріп тұр, аз да болса, екінші баламның да пособиесін қосып беретін болады. Енді мен родовой алам, сөйтіп мен бөлек шығам. Әртеуір бір SMM болсам да, маркетинг болсам да, әртеуір бірдеңе істесем де, сурет түсірсем де, мен нанымды күнімді көрем, нанымды табам деп сөйтіп ашуланды. Бір күні олар ұйықтап жатқан кезде түнде жиналып шығып кеттім дейді. Әйтпесе олар баланы бермейді. Даже местный полицияны да айтам десе, ол біздің бөле ғой, ол саған наоборот сені отырғызып тастайды, бізге шабуыл жасады деп өтірік айтсақ деп сөйтіп бопсалайды екен. Балам бермеймін деп сөйтіп ол қыз түнде бәрі ұйықтап жатқан кезде өзінің балаларының заттарын, документтерін жинайды да қашып кетеді жаңа үйден. Қашып кетіп сөйтіп бір осы жерде алыс бір туысқан ағасы тұрады екен. Прям может құда жақтан даже таныс туысқан ба, сондай бір алыс кісі бар екен. Сол кісінің үйіне барады да жағдайын түсіндіреді, айтады: аға, пожалуйста, мені 1-2 күнге баламен сыртта қалдырмаңызшы, жаңа қарымды көріп тұрсыз, жағдайым көріп тұрсыз. Сізге білмеймін, енді тапқан ақшамнан ертең пособие түседі, содан берермін рахметімді деп сөйтіп жалынып жаңағы ағасының үйіне келеді. Ағай да молодец, қабылдайды. Жоқ, тұра тұр, орын тапқанша тұра тұр деп сөйтіп рұқсатын береді. Сөйтіп мына қыз қалған 1 ай, как раз босанғанға 1 ай қалғанға дейін әртеуір бір жұмыс істейін деп бір курстар сатып алады, соны оқиды. Сөйтіп бір кішігірім жұмыс істейді. Сөйтіп әртеуір бір 40-50 мың, 30 мың шамасында әртеуір күнделікті нан сүтін әкелетін бір ақша таба бастайды. И сөйтіп жүрген кезде мамасына звондап айтады: мам, мен аналардан қашып кеттім, олар менің қайда екенімді білмейді, өтініш сен де айтпа, бірақ мен кеттім, енді бұлармен тұрмаймын, и саған да бармаймын, саған да ауырлық түсірмеймін деген кезде мамасы енді уайымдайды, жылайды, но енді жарайды, енді қызым, шешімің сенікі екен, дұрыс шығар деп сөйтіп ол да қолдайды. Содан арадан бірнеше апта өтеді. Сөйтсе мамасы қуанып жылап звондап жатыр дейді. Қызым, білесің ба, Аллах тағала қалай бізді жақсы көреді екен, білесің ба не болды дейді. Не болды, мам десе, баяғыда Алматыдан бір кісі менен қарыз сұрап еді, бірнеше миллион теңге. Енді кезінде бір жинап қойғаны, үй сатқаннан ба бірдеңеден түскен ақшасы болу керек. Сол ақшаны біреу сұрайды екен қарызға. Сөйтіп алады да жоқ болып кетеді екен. Все, номері де жоқ, несі де жоқ, өзі де жоқ болып, сөйтіп мошенник қой деп сөйтіп ұрынып қалдық деп жылап қойған бір жағдай болыпты. Сөйтсе сол кісі өзі жаңағы тәтеге шығып, мамасына шығып айтыпты: тәте, есіңізде ма, мен сізден кезінде мынанша миллион қарызға алдым деп айтыпты. Я десе, мен соны сізге қайтарғым келіп тұр, но ақшалай емес, мен сізге жермен берсем бола ма деп айтыпты. Конечно, болады. Чо за жер, қандай жағдай десе сөйте. Сол Алматыда, Алматының сәл шет жағында Времянкісі бар бір жерім бар. Менің атыма жазылып, ол әртеуір бір документ бірдеңе келіспей жатып, ол жер тартып алынуы мүмкін ба, әртеуір какой-то бір проблемасы бар. Сол үшін мен оны сізге қарызымның орнына соны берсем, и менен де тартып алмайды, и сізге де қарызымды төлеген болам деп сөйтіп келісіп, кішкентай 2 бөлмелі Времянкісі бар бір жерді соларға мамасына береді қарыздың орнына. Сөйтіп жаңағы мамасы звондап: қызым, пожалуйста, вот сол уже саған Аллах тағала үй дайындап қойыпты, дұрыс етіпсің кеткеніңе,
бөлек шық, енді өзің тұр, ешкімге айтпа орныңды деп сөйтіп сол қызға жері бар времянка түседі. Сол времянкаға барып мына қыз балалармен тұрады, босанады. Государственның аз да болса көмегі, мать-одиночка деп қосымша мынандай фриланс жұмыстарды жасап, сөйтіп қазір өзін өзі аз да болса алып жүре алатын қызға айналады. Бұл жерде мен қазір ешқандай сіздерге қорытынды жасамаймын. Сіз өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды, неше түрлі естіген ситуацияларыңыз бар болса бөлісіңіздер, бірге оқиық. Себебі расында да неше түрлі кез келген жағдайдан шығуға болады. Және оның құпиясы әрекет деп айта аламын. Просто осы оқиғамен бөліскім келді. Бір жақтан мен де бұны естіген кезде прям көзіме жас келді. Не деген мейірімділік, не деген Аллах тағаланың шеберлігі. Бұл қыздың істегені дұрыс екен, маған тағы да бір дәлел болды. Сол қыз үшін қатты қуандым. Сөйтіп сондай отзыв жазған қыз болды. Сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және бұл оқиғадан қандай ой түйдіңіз, соны да жазып кетіңіздер.